сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қазақ тілі пәнінен өтетін тақырыбымыз ғаламшар құпиялары және сан есім. Сенің меңгеретінің мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және оларға жауап беру. Сан есімдер туралы білімді жетілдіру. Барлықтарыңыз ғаламшар туралы өте жақсы білесіздер. Ендеше мен сіздерге үлкен ғаламшар туралы қысқаша мәлімет беріп өтейін. Юпитердің үлкендігі сонша, оның ішіне қалған 8 ғаламшар түгел сыйып кетеді. Сапырылысқан газда аса жойқын жел тасқыны аударыстырады да, осы ғаламшардың үстінде ғажайып әдемі әшекей пайда болады. Юпитер ертедегі римдіктердің бас құдайының құрметіне берілген атау. Юпитер сақиналы 4 ғаламшардың бірі. Осы 4 ғаламшар газды алып деп аталады. Олар Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Бұлар ортасындағы кішкене тасты қоршап тұрған аса ірі газ шары секілді. Балалар мәтін түсінікті болатын болса, неге, неліктен сұрақтарына шешім табуға болатын сұрақтар дайындаймыз. Сұрақтарды дайындап болды деген сенімдемін. Олай болатын болса балалар, біз сан есім туралы жақсы білеміз. Сол сан есім туралы білімдерімізді нығайтып, еске түсіру мақсатында сіздерге бейне жазба ұсынамын. Ай мектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмұздақ алып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана. Біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-шы. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық.
заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Мысалы, 2 балмұздақ, 3 шар. Реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді. Олар есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, нші деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 4-ші сынып, 7-ші қатар. Балалар сан есім туралы ережені еске түсірді. Осы бойынша кестемен жұмыс жасаймыз. Берілген есептік сан есімдерден реттік сан есім жасап, кестені толықтырамыз. Бұл жерде есептік сан есімдер 7, 5, 42, 3000, 635, 3 және 19 сандары берілген. Тапсырмаларды өте жақсы орындады деген ойдамын. Олай болатын болса, оқулықпен жұмыс жүргіземіз. Оқулықтарыңыздағы 97-ші беттегі 50-ші жаттығуға қараймыз. Бұл жерде бізге сан есімдер берілген. 1, 5, 7 деген сан есімдерге сөйлем құрап жазамыз. Келесі тапсырма 51-ші жаттығу. Станция ауылынан 20 шақырым жерде. Пойыз сағат 5-те жүреді. Әділ станцияға 2-ші автобуспен келді. Ол 3-ші курстың студенті. Жазғы демалыстан соң оқуға бара жатыр. Осы мәтінді көшіріп жазып, ішінен сан есімдердің астын сызамыз. Есептік және реттік сан есімдерді дәлелдейміз. Бүгінгі сабағымыз бойынша өз білімдеріңді көңіл-күй әдісімен бағалаймыз. Үйге тапсырма 98-ші беттегі 53-ші жаттығуды орындаймыз. Ребустың шешуін тауып, шешуіне әңгіме құрастырамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.